Қазақстан құрама командасының оқушылары математика пәнінен 27-ші халықаралық туймада олимпиадасына қатысты. Жас зияткерлер Ресей, Румыния, Болгария, Сингапур, Иран, Тәжікстан және басқа да елдердің мықты оқушыларымен бәсекеге түсті. Павлодар облысы атынан ел құрамасына 4 оқушы кірген еді. Үздіктерден оза шапқан Айжан Кенжебаева қола медальға ие болды. Жас математик дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Бұл туймада олимпиадасы, оны Якутия Саха өткізеді. Бұл халықаралық деңгейдегі олимпиада. Орын алғаныма өте қуаныштымын. Шынымды айтсам, орын аламын деп ойламадым. Бірақ өз күшіме сенімді болдым. Халықаралық байқау қазан айының 2-3 жұлдызы аралығында онлайн форматта өтті. Байқау шарты бойынша қатысушылар 2 күн ішінде 5 сағатта 4 тапсырма орындау қажет болған. Сыннан сүрінбей өткен жерлесіміз бұл жеңісі ұстаздарының еңбегінің арқасында деп отыр. Ал халықаралық додада оза шапқан шәкірттеріне мұғалімдері де дән риза. Халықаралық олимпиададан Айжанымыздың 27-ші халықаралық туймада олимпиадасына математика пәнінен өте үлкен жүлделі орынға ие болып отыр. Әрине қуаныштымыз. Енді Айжанымыз енді бұдан да қарай басқа сайыстарда топ жарып алға шығатынына сенімдімін. Жалпы бұл конкурс енді бірінші рет осындай онлайн режимде өтіп отыр. Енді 176 қатысушы қатысып отыр. Соның ішінен енді Айжанымыз осындай жүлделі орынға ие болды. Айжан Кенжебаева математика бағытындағы олимпиадаларға 2-ші сыныптан қатысады. Алдымен облыстық жарыстардан бастау алып, кейін халықаралық додаларда бақ сынады. Жастардың келешегін осы саламен ұштастырмақ. Мөлдір Сағидолла, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.